Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде математика сабағы. Математикадан бүгінгі біздің оқитын тақырыбымыз бір бағыттағы қалып қою қозғалысы. Бүгінгі сабақта бір бағыттағы қалып қою қозғалысына берілген есептерді теңдеу құрып шығаруды үйренесің. Ол үшін балалар кітабымыздың 35-ші бетіндегі бірінші тапсырмаға қараймыз. Бұл жерде былай дейді: есепті амалдар бойынша шығар дейді. Егер қар өте көп мөлшерде жауса, жүру қиынға түседі. Жолаушылардың жылдамдығы күн райына байланысты әлде қайда төмен болады. Бір елді мекеннен екі жолаушы бір бағытқа қарай шықты. Біріншісі 40 метр минут жылдамдықпен қозғалды, екіншісі жылдамырақ жүріп 10 минутта 500 метр жолды жүрді, озып кетті. Ол қандай жылдамдықпен қозғалды? Бұл жерде балалар бізге, яғни екінші жолаушының жылдамдығы белгісіз. Екінші жолаушының жылдамдығы белгісіз. Енді не істейміз? 500-ді 10-ға бөліп, біз қашықтау жылдамдығын табамыз. Яғни жәнегі озып кеткен баланың 500 метрге озып кеткен 10 минут уақыттың ішінде, олай болса 500-ді 10-ға бөліп, біз қашықтау жылдамдығын таптық. Енді осы қашықтау жылдамдығына жәнегі V1 жылдамдықты қосатын болсақ, бізге екінші баланың жылдамдығы белгілі болады. Екінші баланың жылдамдығы 90 метр минутына екен. Енді балалар, жәнегіде мен мынандай формуланы қолдандым. Бұл формуланы сендер жақсы білесіңдер. V тең S бөлу T. Бұл бізде кітабымыздағы бірінші тапсырма бойынша. Енді екінші тапсырмаға қарасақ, балалар, бұл жерде теңдеу құру берілген. Теңдеуді біз өткен сабақтағы жәнегі 26-шы бетте берілген ережені қолдана отырып құрамыз. Яғни қозғалыстағы денеге қатысты барлық мәліметтерді осы теңдеуді құрған кезде балалар қолданатын боламыз. X дейді. X бұл бізде екінші жолаушының жылдамдығы екен. Ал X-тан 40-ты азайтсақ, яғни бұл қалып қою жылдамдығы. Бұлайша айтқанда V1 азайту V2 деген сөз. Енді екінші жолаушыны біріншісі озып кетті дейді. Олай болса, оны 10-ға көбейтеміз. Ары қарай ара қашықтығы 500 метрға тең. Олай болса, 500 деп мәнін жазасыңдар. Енді балалар, осы теңдеуді шешеміз. Бізде бұл жерде бірінші орындалатын амал жақшаның іші. Мен жақшаның ішін орындай алмаймын. Себебі X-тан 40-ты азайта алмаймыз. Сондықтан теңдеудің оң жағында X азайту 40 қалады. Тең 500 бөлу 10 болады. 500-ді 10-ға бөлетін болсақ, 50-ге, X азайту 40 тең 50-ге. Біз бұндай түрдегі жай теңдеуді балалар шеше аламыз. X тең 50 қосу 40. X тең 90-ға. Олай болатын болса, екінші баланың жәнегі жылдамдығы, екінші адамның немесе жылдамдығы 90 болады екен. Енді бұл жерде километр сағат, метр минут ешқандай өлшем бірлік берілмеген. Сондықтан тек 90 бұл жылдамдық екенін білеміз.